Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздерді каналымда көріп тұрғаныма өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен песочный самса жасап көреміз. Самсаны дайындау өте оңай және де тез дайын болады. Қамыры өте жұмсақ болып шығады, себебі ішіне май қосып илейміз қамырды. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Қамырын жасаймыз, ол үшін осы видеода көрсетілген ингредиенттер қажет. Барлығының граммдарын төменде описанияда жазып қалдырамын. Оның үстінен тұзды салып араластырып алдым. Содан соң үстінен сары майды да салдым. Тағы да жақсылап қолыммен араластырдым. Араластырып болдық. Міне осындай крошкалар шығу керек. Үстінен айранды құйып, жұмыртқаны да салып, қамырды біріктіріп аламыз. Бұл жерде бір жұмыртқа және де екі жұмыртқаның сары бөлігін ғана қостым. Қамыр дайын болды. Осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Үстінен пакетпен орап қоя тұрамыз. Қазір салмасын дайындаймыз. Алдын ала туралған пиязды фарштың үстінен салып, картопты да салып, үстінен зира, қара бұрыш және де кориандр салдым. Сіздер өздеріңізге ұнаған дәмдеуштерді қолдана берсеңіздер болады. Дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырып алдым. Қамырды алып, аздап ұн сеуіп, формаға келтіріп аламыз. Содан соң кесеміз. Мен қамырды 35 граммнан етіп, өлшеп кесіп алдым. Сіздерде таразы болмаса, көз мөлшерімен жобалап кесе беріңіздер. Қамырдың барлығын кесіп болғаннан соң, қолымызбен осылай шариктер жасап аламыз. Менде 28 штук қамыр шықты. Енді аздап ұн сеуіп, қамырды барлығын жайып алыңыздар. Жайып болғаннан соң, үстіне 1-1,5 ас қасықтан салмасын салып, түйіп аламыз. Мен осылай жарты ай сияқты етіп түйемін. Ең алдымен шеттерін бірінші жабыстырып шығамыз. Содан соң қамырды сыртынан ішіне қарай айналдырып, осылай жабыстырып шығамыз. Сол кезде әдемі болып түйіледі. Дәл осылай түйу міндетті емес. Сіздер өздеріңізге ұнаған формада түйе беріңіздер. 3 бұрыш немесе домалақ етіп, қалай ыңғайлы солай жасай беріңіздер. Дәл осылай барлығына түйіп аламыз. Түйіп болғаннан соң үстінен жұмыртқаның сарысыны ғана осылай бетінен жағып шығамыз. Сол кезде самсаның барлық жері бірдей болып қызарып әдемі болып шығады. Үстінен ақ және де қара күнжітті сеуіп жібердім. 180 градуста қызып тұрған печке 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, самса пісіп шықты. Өте қамыры жұп-жұмсақ. Иісі деген бүкіл үйді алып жатыр. Жегенде ауызда еритіндей самса болып шыққан, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайды, маған сеніңіздер. Тек осы рецептпен жасайтын боласыздар. Енді видео сіздерге ұнады және де пайдалы болды деп ойлаймын. Сол себепті лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.